Ассалаумағалейкум қадіртануларым, каналымызға қош келіпсіздер. Бүгін Study in Kazakhstan бойынша сөз етеміз, мағлұмат береміз. Study in Kazakhstan жобасы Қазақстан үкіметінің шетелдік студентлерді қолдап қуаттылау мақсатында Қазақстан университеттеріне де оқу шарайтын жарату мақсатында берілген. Бұның ішінде оқу төлемлері, контракт төлемлері, стипендия және жасау қаражаттары. Бұл проектке қайсы мемлекеттерден көбірек қатынасады деген сұрауға өткен жылғы қабылдау процесінде қабылданған студенттердің санын көрдім. Қайсы мемлекеттерден екенін көрдім. Ең көп тапсыратұғын бұл жерде Пакистан, Индия, Иран және Монголия, Қытай, Өзбекстан Республикасынан да студенттер, абитуриенттер тапсырады екен. Бұл грант общий дүние жүзі бойынша жарияланған, көбірек рауажланып кетірген мемлекеттерден. Сондай Еуропа мемлекеттерінен тапсырады екен, Россияның өзінен тапсырады, Түркиядан тапсырады екен. И бұл жоба бойынша 550 грант берілген абитуриентке, соның 490-ы бакалавриатура, 50-і магистратура және 10-і докторантура бойынша. И бұл қабылдау процесі Қазақстанның топ 37 университетіне рұқсат берілген қабылдауға студенттерді. Осы 37 университеттен егер қабылдау хаты алсаңыз, сіздің осы грантты алу мүмкіншілігі көбірек болады. Енді және айта кететін нәрсе, осы жерде тіл мәселесі, егер платформаға қарайтын болсақ, қазақ тілі, орыс тілі және англичан тілдерінде оқу предлагать етілген, ұсынылған. Осы оқу процесін таңласаңыз, қайсы тілді таңласаңыз, бұл себебі болашақ фондының проекті есептелінеді. Осы жерде комиссия ағзалары құжаттарыңызды тексеріп болғаннан кейін сіз бенен сәубет дауамында таңлаған тіліңізде сөйлеседі. Егер қазақ тілін таңлаған болсаңыз, қазақ тілінде сәубет жүргізіледі. Орыс тілінде таңлаған болсаңыз, орыс тілінде жүргізіледі. И англичан тілін таңлаған болсаңыз, англичан тілінде жүргізіледі. Соның үшін тілді таңлауда сіздің білу дәрежеңізді білу үшін, оқу мүмкіндігіңіз, имканиятыңыз бар екенін білу үшін комиссия састап осы тілдерде сәубет жүргізеді. Әзір мен сайтты көрейік. Study in Kazakhstan деген сайтқа кіресіз. Study in Kazakhstan сайтына кірсеңіз, осындай болып шығады. For applicants дегенде университеттер туралы, қалалар туралы, и мамандықтар туралы, и рейтингілер шығады университеттердің. Осыған кіріп, рейтингілерін көрсеңіз болады. Енді қалай apply деген точканы басып, тіркелу дегенді басасыз. Қазақшада тұрды, меніңше көрсеңіз болады. И осы жерде атыңыз, фамилияңыз жазылады, мінекей, и қашан туған күніңіз, и қайсы мемлекет бұқарасыз, миллетіңіз. Бұл жерде миллетіңіз дегенде, егер миллетіңіз қазақ болса, или Қазақстанда туысқандарыңыз болса, сіздің осы жерде қандасыңыз бар ма, Қазақстан Республикасы азаматы болып туылмайтын, ұлты қазақ адамсыз ба, ер болмаса әйел, тұратын мемлекет, телефон номеріңіз, электрон поштаңыз и құпия сөз, өзіңіздің пароліңізді осы жерге жазасыз. И құжаттарға келетін болсақ, осы жерде толық құжат, жеке басын куәландыратын, бұл паспорт есептелінеді. Паспорт осы жерге сканерлеп, жүктеп аласыз. И бұрынғы білім деңгейі туралы құжат, бұл бакалаврға тапсыратын болсаңыз аттестат, магистратураға тапсыратын болсаңыз бакалавр дипломы, или докторантураға тапсыратын болсаңыз магистратура дипломы. Сондай-ақ осы жерде бір итибар беріп кететін нәрсе, егер сіз аттестатыңыз 11-ші класс болсаңыз, или бакалаврды енді біткеретін болсаңыз, оқып жатыр деген, биыл біткереді деген справканы осы жерге тіркеп қойсаңыз болады. Мағлұмат орыс тілінде болғаны жақсы, себебі әрбір аттестатыңызды, дипломыңызды, оның приложениелерінің барлығын қазақ тіліне, ямаса орыс тіліне перевод қылуыңыз керек болады. Себебі
инені егер сіз Қазақстанда оқуға кіріп кеткен жағдайда иненің беру процесінде, РВП алу, вид на жительство алу процесінде бәрібір сіздің құжаттарыңыздың кирилл графикасындағы переводы, транскрипциясы керек болады. Паспорттың да осындай орыс тіліне я болмаса қазақ тіліне переводланған вариантын да қосып жүктеу керек болады. Ұсыным хат бұл жерде қазақ я болмаса орыс немесе англис тіліндегі ұсыным хат, сіз қайсы университетке тапсыра жақсыз, и қандай мамандыққа тапсыра жақсыз, қандай қанегейлікке тапсыра жақсыз, мақсатыңыз не, осылар туралы мағлұмат берсеңіз мақсатқа муафиқ болады. И медициналық справка, осы жерде медициналық справкаде спид центрдан сөйтіп 086 форма кәдімгі поликлиникадан мағлұматнама болады. И рентген қағазы, осылардың барлығын бір PDF файлға жүклеп, орыс тілінде болса жүзде жақсы, қазақ тілінде болса жүзде жақсы, жүклеп осы жерге кіртесіз. И өтініш формасы осы жерде жүклеп алу дегенді бассаңыз, мына жерде шаблонды жүктеп алыңыз дегенде шаблон келеді, и осы жерде шаблон толтыруыңыз мүмкін болады. Шаблонда не бар екенін көрейік, мінекей. Сіздің атыңыз, паспортыңыз, өзіңіз туралы мағлұматлар, анкета мағлұматлары, и жұмыс орныңыз, соңғы жұмыс орныңыз, тіл білу мәселесіндегі жағдайыңыз, білім дәрежеңіз, қанегейліктеріңіз туралы мағлұматты кіртіп, и осы жерде не бересіз? Мағлұмат бересіз. Және осы жерде егер сіз магистратураға тапсыратын болсаңыз, или докторантураға тапсыратын болсаңыз, тілді меңгерген туралы халықаралық сертификат, IELTS, TOEFL, CEFR сияқты англичан тілінен сертификатларыңыз болу керек. Осы сертификатларыңызды шет тілі дәрежеңізді, или қазақ тіліне, егер мектепте қазақ тілінде біткерген болсаңыз, қазақ тілін білемін деп жазуыңыз мүмкін, и тест тапсырып көруіңіз мүмкін. Қалеген сертификатыңыз тіл білу сертификаты. Мотивациялық хат, осы жерде мотивациялық хатта 250 сөзден 500 сөзге дейін мотивациялық хат жазуыңыз керек болады. Бұнда не жазасыз? Таңлаған университетіңіз, қанегейлігіңіз туралы, и келешекте кім болмақшысыз, Қазақстанда қандай мақсатларыңыз бар, университетінде қандай мақсатларыңыз бар, қандай дәрежеге ерсіз, бұл стипендиядан не күтесіз, осындай сияқты сұрауларға жауап жазып, мотивациялық хатты қалыптастырсаңыз болады. И оқу тілінде диссертация зерттеу тақырыбының негіздемесі. Егер докторантура тапсыратын болсаңыз, обоснование кіртесіз, диссертация темасы бойынша, таңлаған диссертация темасы бойынша, оның актуаллығы, оның зерттеу методологиясы сияқты сұрауларға жауап жазып, әлбетте бұл жерде таңлаған университетіңіздің бір профессорымен одан алдын сіз онлайн ұшырасқан болуыңыз керек, одан ұсыным хат, одан или разылық хат, онымен сөйлесіп, мынандай тема бойынша істемекшімін деген. Докторантура процесі осындай болады. Барлық университетлерде, шетел, Европа болсын, или Америка болсын, барлығында бұл зат сұралады. И бар болса, Қазақстан университетінен шақыру хаты. Бұл плюс, себебі бұл жоғарыдағы әрбір пункт бойынша балловый системада сіздің құжаттарыңыз тексереді, и әрбіріне балл береді. Мысалы үшін шет тілін TOEFL-да, мысалы үшін, или IELTS-та, мысалы үшін C1, B2 дәрежелері болатын болса, осы жерде сіздердің балаларыңыздың көрсеткішіне тәсір көрсетеді. И шақыру хаты болса да, осындай сіздің неңізге, балыңызға жақсы тәсір етеді. Мен әзір Есенов университетінде жұмыс істеп жатырмын. Есенов университетіне тапсыратын болсаңыз, егер таңлаған болсаңыз, техника, технология, IT, инженерия, экономика, туризм, экология сияқты
тарауларды таңлайтын болсаңыз, туризм тарауын таңлайтын болсаңыз, біз тайынбыз бір кездесуге. Егер ушул хужетлериңизди почтамен маған жиберсеңиз, мен международный отделден оларға жиберип, пересылать етіп, и завкафедраңыз болсын, деканыңыздан болсын, ұсыным хат алып, сізбен көрүшүңүз да мүмкүн. И сүйлөшүп, беседа кылып, сиздин жагдайыңызды билип, сизге хат берүү боюнча карар кабыл этеді. Тик арынан осулар. Эгер суроолоруңуз болатын болсо, мен тайман аркылуу Telegram каналым бар, YouTube каналым бар. Ошол жерде баркылуу суроо берсеңиз, жооп берүүгө биргеликте аракет этебиз. Сау болуңуз, саламат болуң, аман болуң.